Оқшаулану жай ғана жалғыз болу емес, бұл барлық қоршаған ортамен байланыс үзу дегенді білдіреді. Кейбір балалар қоғамнан жат, қарым-қатынас туралы мүлдем білмей өседі. Қоғамға кіргенде мұндай балаларға бейімделу өте қиын болады. Дәл сондай балалардың бірі видеомыздың бас кейіпкері Джинни Уайли. 1970 жыл, 4 қараша, 50 жастағы Айрин қызы Джинниді Лос-Анджелестегі әлеуметтік қызмет көрсету орталығына бірге алып кіреді. Анасы мен Джинни сол кезде әкесінің үйінен қашып шыққан еді. Орталық қызметкерлері баланың жағдайын көріп, оның дамуының қатты артта қалғанын байқайды. Бұл жағдай әлеуметтік қызметкерлер мен полицияның араласуына әкеледі. Тексеріс барысында Джиннидің ұзақ уақыт бойы кішкентай бөлмеде байлаулы болғаны, әкесінің оған сөйлеуге, қозғалыс жасауға тыйым салғаны анықталады. Әкесі бұл жағдай ашылған соң өз-өзіне қол жұмсайды. Барлығыңызға сәлем. Бүгінгі видеомыз Джинни Уайлидің сұмдық тағдыры туралы болады. Ата-анасы, әсіресе әкесі неліктен Джинниге қорлық көрсетті? Ең біріншіден олармен жеке танысып алайық. Джиннидің әкесі Кларк Уайли Тынық мұхитының солтүстік батысында туып өсті. Әкесі қайтыс болып, ал анасы жезөкшелер үйін басқарғандықтан, ол қараусыз қалды және бір балалар үйінен екіншісіне ауысып жүрді. Айтуынша, бала кезінде оған әйел есімі берілген, оны жек көріп, есейгенде бірден өзгертіп алған. Анасының немқұрайлығы мен есімі үшін көрген қорлығы оның анасына деген өшпенділігін күшейтті делінеді. Алайда есейе келе анасы екеуі жақындаса бастады. Әйел өткендегі қателіктерін түзегісі келіп, ұлына барынша көңіл бөлді. Анасының оны енді ғана бағалай бастағанын көрген Кларк оған ерекше жақын болып, бәрінен жоғары қоя бастады. Джиннидің анасы Айрин Кларктан 20 жас кіші еді. Бала кезінде ол басынан жарақат алып, соның салдарынан оның жүйке жүйесіне зақым келді. Көру қабілеті нашарлап, әсіресе бір көзі дұрыс көрмей қалды. Жылдар өте келе жағдайы одан әрі нашарлады. Олар үйленгенде көршілері мен достары оларды тату-тәтті әрі бақытты жұп ретінде көреді. Алайда есіктің ар жағында олардың өмірі мүлдем басқа болатын. Күйеуінен үнемі таяқ жеудің салдарынан Айриннің көру қабілеті одан сайын нашарлап, ақырында бір көзі жартылай соқыр болып қалады. Осылайша ол Кларкқа қатты тәуелді болды. Кларк өте қатал әрі қатты бақылау орнатқан адам еді. Жылдар өте ол одан әрі қаталдана түсті. Ол балаларды ұнатпайтын, оларды шулы деп есептейтін. Бірақ неке қиылғаннан кейін 5 жыл өткен соң Айрин жүкті болып қалады. Алайда бұл оған күш көрсетуін тоқтатпады. Ол Айринді жүктілігі кезінде де ұруын жалғастыра берді. Сөйте тұра Айрин таңғаларлық жолмен дені сау қыз босанады. Кларк нәрестені тым шулы деп, оның жылағанына шыдай алмай гаражға қамап қоятын. Соның салдарынан небәрі 10 апталық нәресте пневмония жұқтырып көз жұмды. Бір жылдан кейін Айрин ұл туады. Алайда балада резус-фактор сәйкестігі анықталды. Бұл ананың кейбір антиденелері нәрестенің қанына еніп, оның эритроциттеріне шабуыл жасайтын ауру. Бала туылғаннан кейін 2-ақ күн ішінде шетінеп кетті. Кларк пен Айрин тағы да бала көтерді. Бұл жолы дені сау ұл туды. Есімін Джон қояды. Бірақ Кларк балаларға деген көзқарасын өзгертпеді. Ол сәби жылағанда шыдай алмайтын. Сондықтан Айринге оны үнемі тыныштандырып отыруды бұйырды және балалармен сөйлеспеуге кеңес береді. Бала 4 жасқа толғанда ода айқын байқалатын тілдік даму кемшіліктері болды және біраз уақытқа баланы әжесінің қолына жібереді. Өз үйінде жеткілікті білім мен тәрбие алмаған ол әжесінің арқасында ғана саналы түрде алға жылжыды. Кларк барған сайын жекелене бастады. Ол тек өзін ғана емес, бүкіл отбасында қамауда ұстады. Айрин мен ұлына себепсіз үйден шығуға тыйым салды. Осы кезде олардың ұлы 5 жаста болатын, ал Айрин тағы да жүкті болды. Бұл жолы олар қызды болды. Джинни дүниеге келеді. Джинни Уайли 1957 жылы дүниеге келді. Джинни оның фейк есімі. Бұл есім оның құқығын қорғау үшін ойлап табылды. Шын аты әлі күнге дейін белгісіз. Джинни резус-фактор сәйкессіздігінің белгілерін көрсетті, бірақ қан құю арқылы сауығып кетті. Дегенмен 3 айлық кезінде оның жамбас сүйегінен ауытқу анықталды. Сол себепті оған арнайы таңғыш тағу керек еді. Бұл оның жүруді кеш үйренуіне себепкер. Оған қоса бұл тамақ жеуге қиындық тудырды. Салдарынан салмағы қалыпты көрсеткіштен төмен болып, кейде тіпті тойып тамақтанбағандай көрінетін. Осында ерте жастағы қиындықтарға қарап, Кларк қызында ақыл-ой кемістігі бар деп шешті және оның адам болып кетпейтініне сенеді. Бірақ дәрігерлер оның интеллектуалды дамуының төмендігін көрсететін ешқандай медициналық дәлел тапқан жоқ. Бірақ отағасы бұлай ойламады. Балаларды жек көретін Кларк ақыл-есі кем балаға күтім жасауға тіпті ниеті болған жоқ. Нәрестеге деген немқұрайлылық оның салмағының одан әрі төмендеуіне және дамуының күрт кешуіне себеп болды. 14 айлығында Джинни де пневмония жұқтырды. Оны қараған дәрігер оның қандай да бір кемістігі болуы мүмкін екенін айтты. Бірақ бұл ресми диагноз ретінде қойылған жоқ. Дәрігер Джиннидің қатыгездікпен өсіріліп жатқаны туралы білмеді. Сөйтіп дәрігердің болжамын естіген Джиннидің әкесі бұл өз сөзінің дәлел деп қабылдап, оны бұрынғыдан да қатал ұстауға кірісті. Ол қызын нағыз ауру мүгедек ретінде көріп, соған сай қарым-қатынас жасай бастады. Кларк қызды әрі кетсе 12 жасқа дейін өмір сүреді деп ойлады. Джинни 2 жасқа толғанда, оның әжесін мас жүргізуші қағып кетіп, қарт сол жерде қаза тапты. Сол кезде оның жанында Джиннидің ағасы Джон болған.
бірақ ол жарақат алған жоқ. Кінәлі адам тек шартты жаза алды. Бұл жаңалық Кларкты түбегейлі күйретті. Ол қоғам өзіне тағы да опасыздық жасады деп ойлады, және бұл үшін тіпті 7 жасар ұлын кінәлайды. Өйткені ол әжесімен бірге серуендеп жүрген еді. Кларк қатты параноикке айналды, ал оның оқшалануға деген ұмтылысы шектен шықты. Отбасы оның анасының үйіне көшіп барды. Содан кейін бірте-бірте көршілермен және туыстарымен қарым-қатынасты үзіп, толықтай қамалады. Кларк өз отбасын сыртқы әлемнің қауіп-қатерінен қорғау керек деп шешті. Сол себепті оларды үйден шығармайтын болды. Көп ұзамай 2 жасар Джинни үйдің 2-ші жатын бөлмесіне қамалады, ал отбасының қалған мүшелері қонақ бөлмеде өмір сүрді. Кларк бәріне анасының бөлмесіне ешкімнің кірмеуін қатаң бұйырды. Сол бөлме әжесі қайтыс болған күнгі күйде сақталады. Кларк жатын креслода ұйықтады. Айрин асхана орындығында, ал оның ұлы еденде жатты. Джиннидің бөлмесі қараңғы болды. Терезелері толығымен жабылып, бөлмеде тек кішкентай орындық және перделер ғана бар еді. Күндіз Джинни өз бөлмесінде, кейде кішкентай балаларға арналған дәретханада белдікке байлаулы болатын, ал түнде кішкентай темір қоршауға қамалатын еді. Тура ит қамайтын клетка секілді. Джинни аяққа тұрып көрмеген еді. Қол-аяғын қозғау мүмкіндігі шектеулі болды. Басқа балалар жүгіруді, өрмелеуді, құлап, қайта тұруды үйреніп жатқанда, Джинни 2 аяғына тұруды да білмейтін. Сонымен қатар қыз әжетханаға үйретілмеді және құтқарылғанға дейін жөргекпен өмір сүрді. Кларк балалардың шулы болғанын ұнатпайтын. Ол бөлмеде таяқ ұстап жататын. Егер Джинни дыбыс шығарса, онымен ұрып жазалайтын. Ол тіпті итті салып, қыз жыласа немесе дыбыс шығарса, үру, ырылдау, тіпті тырнап алу арқылы қорқытатын. Джинни тек сәбилерге арналған сұйық тағамдармен қоректенді. Оны тек әкесі мен ағасы тамақтандыратын. Айриннің көру қабілеті одан әрі нашарлағандықтан, Кларк оған Джинниге тамақ беруге тыйым салды. Кларк қызын асықтырып тамақтандырды. Егер ол тұншығып қалса немесе қарсылық білдірсе, әкесі тамақты алып қоятын, тіпті оның бетіне жағып жіберетін. Анасы оны аяп, түнде оған жасырын тамақ әкелуге тырысатын. Бірақ ең бастысы, Джиннимен ешкім сөйлеспейтін. Үйдің ішінде мүлгіген тыныштық орнаған. Кларк кез келген дыбысты жек көрді және әйелі мен ұлының сөйлесуіне де тыйым салды. Джинниге сөйлеу қатаң түрде тыйым салынған болатын. Отбасы мүшелері өзара әңгімелессе де, оны әрдайым Джиннидің бөлмесінен алыс жерде жасайтын. Осылайша 13 жыл бойы Джинни ешкімнің өзімен сөйлескенін естімеді. Ол мүлде сөйлеуді үйрене алмады. Джинни ең қатал зорлық-зомбылыққа ұшырағанымен, отбасының басқа мүшелері де Кларктың ережелерінің құрбаны болды. Ол әйелін және ұлын жиі ұрып соғатын, әсіресе егер олар шу шығарса немесе Джинниге сөйлеуге тырысса. Кларк күнделік жүргізетін және онда отбасына жасаған қатыгездігі мен оларды қалай басқаратынын сипаттайтын. Оларға үйден шығуға қатаң тыйым салынған еді. Тек аса қажет жағдайда ғана рұқсат берілді. Джиннидің ағасы мектепке баруға рұқсат алған жалғыз адам болды. Алайда үйге қайтып келгенде, Кларктың паранойясы соншалық баланың жеке басын растауын талап ететін. Әкесі ұлының үйдегі әңгімені мектепке тасуынан қатты қорқатын. Сондықтан оны қорқыту үшін ұрып-соғып қорқытып, психологиялық қысым көрсетіп, ештеңе айтпауға мәжбүр етті. Жасөспірім шаққа жеткенде Джиннидің ағасы да оған зорлық-зомбылық жасауға мәжбүр болды. Әкесінің бұйрығымен егер ол дыбыс шығарса, оны қорқытып тамағын тартып алатын. Қамауда болмаса да, ол да зорлық-зомбылықты көрген бала болды. Көрген тәрбиесі тек осы еді. Көршілер бұл отбасының үйден көп шықпайтынын білетін, бірақ үйдің ішінде не болып жатқанынан мүлдем хабарсыз еді. Көпшілігі Джиннидің бар екенін де білмеді. Көршілер бұл отбасының жалғыз бір баласы бар деп ойлайтын. Тек полиция келгенде ғана бәрі белгілі болады. Джинни туралы шындықты естігенде барлығы шок болды. Мұндай нәрсенің шынымен де болғанына сену мүмкін емес еді. Жылдар бойы қорқыту мен зорлық-зомбылыққа төзіп келген Айрин бір күні күйеуіне ата-анасымен байланысқа шығуына неге мүлдем рұқсат бермейтінін айтып қарсы шықты. Осы кезде Джинни 13 жаста еді, ал оның ағасы Джон кәмелеттік жасқа толған соң үйден қашып кеткен. Айрин ақыры кетуге мүмкіндік алып, Джинниді алып өз ата-анасының үйіне кетеді. Ол кезде оның көру қабілеті қатты нашарлап кеткен еді. Сондықтан ол мүгедектік жәрдемақыға өтініш беруді шешті. Ол құжаттарын рәсімдеуге барған кезде жанынан өткен әлеуметтік қызметкер Джинниді бірден байқап қалады. Бастапқыда ол Джинниді 6-7 жасар аутист бала деп ойлады. Алайда Айринмен сөйлескеннен кейін қыздың 13 жаста екенін біліп шок болды. Ол мұнда шикілік барын сезіп, бірден құқық қорғау органына хабарласады. Көп ұзамай Кларк пен Айриннің үстінен қылмыстық іс қозғалып, оларды баланы қорлағандары үшін айыптайды. Ал Джинни болса Лос-Анджелестегі балалар ауруханасына жеткізілді. Кларк өзіне не болатынын анық түсінді. Сондықтан алғашқы соттың күні белгіленбей тұрып, сол жақ шекесінен атып өз-өзіне қол жұмсайды. Кларк соңғы хатын қалдырды. Онда әлем мұны ешқашан түсіне алмайды деп жазылған. Джинни балаларға жасалған зорлық-зомбылық саласын зерттейтін психологтар мен психиатрлардың бақылауында болды. Олар Джиннидің жағдайын зерттей бастады, бірақ сенімді ақпарат тек анасынан ғана алынды. Өйткені 2 жасынан кейін Джинни ешқашан дәрігерге апарылмаған еді. Қызды зерттеуге Сьюзан Кертис есімді психиатр тағайындалды. Ол бұған дейін зорлық-зомбылық көрген талай баламен айналысқан, бірақ мұндай жағдай оның өмірінде бірінші рет. Әрі қарай Джиннидің зерттеулерден кейінгі физикалық жағдайы анықталды.
Жүрегі әлсіздерге экраннан алыстауды сұраймын. 13 жасында бойы небәрі 120 сантиметр, ал салмағы 26 килограмм ғана еді. Өмір бойы күн сәулесін көрмегендіктен тері түсі аппақ болды. Қатты тағам жей алмайтын, өйткені ешқашан шайнауды үйренбеген. Жаңа айтқанымыздай, ол өмір бойы сәбилерге арналған жеңіл тамақтармен қоректеніп келді. Сол себепті де сүт түстері түспеген, өйткені қатты тамақ жеуге мүмкіндігі болмаған. Қатты тағам бергенде оны шайнай алмай, қолдарымен бөлшектеуге тырысатын. Аяқ бұлшықеттері өте әлсіз, өйткені ол ешқашан дұрыс жүрмеген. Қозғалмау салдарынан денесі мен жамбас сүйегі дамымай қалған, тік тұра алмайтын. Жүргенде қолдарын денесіне жақын ұстап қоян секілді қозғалады. Несеп жыныс жүйесі бұзылған, өйткені дәретке үйретілмеген. Көру қабілеті нашар. Бір қарағанда көру қабілеті қалыпты болып көрінгенімен, алыстағы заттарға фокус жасай алмайтын еді. Себебі ол әрдайым кішкентай бөлмеде тұрған. Кеңістікті мүлде білмегендіктен көздері тар бөлмеге бейімделді. Психикалық жағдайына келсек, Дженнидің ойлау қабілеті 13 жастағы баланың емес, 13 айлық баланың деңгейінде болды. Ол сөйлей алмайды, тек заттарды қозғап, дыбыстар шығару арқылы назар аудартуға тырысатын. Есімін танығандай болды, бірақ басқа сөздерге мүлдем реакция білдірмейді. Лингвистер ұзақ зерттегеннен кейін Дженнидің физикалық тұрғыдан сөйлеуге қабілетті екенін анықтады, бірақ ешқашан тіл үйренбегендіктен тілді меңгере алмады. Ол сондай-ақ қоғамда әдепсіз жыныстық мінез-құлық көрсетті. Бұл оның әкесі тарапынан зорлыққа ұшырағанын көрсетуі мүмкін еді. Алайда анасы бұл туралы ештеңе растаған жоқ. Көптеген зерттеулерден кейін дәрігерлер мынандай тұжырымға келді. Дженни туа біткен кемістікке ие болмаған, ол аутист болмаған. Егер қалыпты жағдайда өссе, интеллекті орташа деңгейде болар еді. Оның физикалық және ақыл-ой кемшіліктерінің барлығы тек әкесінің жасаған қорлығы мен қамауының салдары. Дженни ауруханада бірнеше апта ішінде керемет прогресс көрсетті. Ол адамдардың сөзін түсіне бастады. Түрлі заттарға қызығушылық білдіріп зерттеуге тырысты. Сөйлеген адамдарға назар аудара бастады. Дәретке өзі бара алатын болды. Біртіндеп қажеттілігін бақылай алатын жағдайға жетті. Аурухана дәрігерлерін танып, оларды көрсе қуанатын болды. Тіпті олар кеткісі келгенде жабысып жібергісі келмейтін. Бұл оның адамға эмоционалды жауап бере бастағанының алғашқы белгісі еді. Бірақ бұл да аз болды. Бір 1974 жылы психикалық денсаулық жөніндегі ұлттық университет Дженнидің реабилитациясын қаржыландыруды тоқтатады. Бұған себеп олар Дженни мен жетістікті қанағатсыз деп таныды. Олар тырысты, бірақ қыздың психикалық зақымы тым ауыр болғандықтан қарапайым өмірге бейімделе алмайды. Ол өз бетінше өмір сүруге дайын емес және ешқашан дайын болмайды. Бұған дейін Дженниді асырап алушылар да болды. Алайда оны бірінші үйден екінші үйге лақтыра берді. Кейбір асырап алушылар қатал болып шықты. Біреулері оны қонақ бөлмедегі кілемге қысқан үшін де ұрған. Бұдан кейін бір-екі ауыз сөз білетін Дженни мүлдем сөйлемейтін болды. Ерекше қыз ерекше күтімді қажет етті. Осылайша Дженни отбасы таба алмайды. Ақырында 1975 жылы Айрин өз кінәсіздігін дәлелдеп, айыптан босатылып, қызын өз үйіне алып кетеді. Ол кезде Дженнидің жасы 18-де еді. Көп ұзамай Дженни қайтадан ауруханаға жеткізілді. Кәрі, соқыр әйел оған күтім жасай алмады. Дженни қайтадан клиникаға оралды. Дженни туралы соңғы ақпарат 2016 жылы жарық көрді. Уайли әлі де Калифорния штатында мемлекет қамқорында ауруханада өмір сүреді. Оған күтім жасалған, ешкім оған қол көтермейді. Қаржылық фонд оған өмірінің соңына дейін ауруханадағы өмір үшін көмектеседі. Дженни ақыры тіл меңгермеді. Қызметкерлермен іс-қимыл арқылы тілдеседі. Қазіргі күні ол тірі болса 68 жаста, және оның қазіргі өмірі туралы мүлдем ақпарат жоқ. Дженни Уайлидің оқиғасы адамның дамуына, орта мен қарым-қатынастың қаншалықты маңызды екенін көрсететін өте ауыр мысал. Дженнидің тағдыры қоғамдағы зорлық-зомбылыққа ұшыраған балалардың қаншалықты осал екенін еске салады. Мұндай жағдайлардың алдын алу үшін тек ата-аналар ғана емес, бүкіл қоғам жауапты. Егер оған ертерек көмек көрсетілсе, оның өмірі мүлдем басқа болуы мүмкін еді. Бұл оқиға бізге адамдарға уақытында көмек қолын созу қаншалықты маңызды екенін ұғындырады. Келесі кездескенше.